Күз келді, топырақта салқындай бастады. Жалаң аяқ жүрудің маңызды екі себебін қайтадан айтайын. Біріншісі ол жер анадан энергияны тікелей алу бүкіл денемізге. Екінші себебі ол табандарымызға массаж. Керемет массаж. Көбіміз білеміз, алақандарымыз бен табандарымызда нерв жүйелері көптеп шоғырланған. Мысалы, алақанды алатын болсақ, басымыз ауырса, үлкен башпайымызды массаж жасаймыз. Мынау мен мынау қолға жауап береді, екі ортаңғы саусақтар ол аяқтарымызға жауап береді. Және ортаңғы алақанымыз ол ішкі құрылыстарымызға. Сол сияқты табандарымызда сондай нүктелер бар. Сондықтан массаж өте пайдалы бүкіл денеміз үшін. Сосын кейде бірнеше минут тұрып елестетемін. Табандарым тамырланып бара жатқанын, жердің түбіне, ядросына бара жатқанын елестетемін. Сол жердің түбіндегі ядросынан бағана энергия алу үшін бара жатқанын, содан энергия келе жатқанын елестетемін. Кейде бағана бүкіл денем жып-жылы болып кетеді. Бұл да бір жер анамен байланыс. Өзіміздің тамырланып нық тұрғанымыздың бір жағынан белгісі. Бұндай тамырлану, жаңа айтқандай, өмірімізде қандай да бір дауыл тұрмасын, өзіміздің нық тұрғанымызды білдіреді және соған сенімімізді арттырады.